Біз дәл қазір адам мен техниканың шайқасына куә боламыз. Рекомендую специалистам и, в принципе, начинающим. Бұның қуаты соншалықты үздігініктерге дейін қолдануға болады. Бар жоғы бір 2-3 минуттың ішінде бір қабырға 12 квадратты шашып тастадық. Құрметті көрермендер, тағы тәжірибе жүргізіп көрсек, қабырғаны 2-ге бөліп қойдық. Мына жағында адам қолмен жақсы лифкасты. Екінші жағында біз осы аппаратпен шашып көрейік. Қанша мүмкіншілігі бар, қанша минутта, жаңа 18 литрді шашады деді ғой, енді мына жерде қанша минут дейміз ба, секунд дейміз ба, қалай есептейміз, көрейік шашып. Жарысайық. Біз дәл қазір адам мен техниканың шайқасына куә боламыз. Агрегат оң жағында, адам сол жағында. Жарысамыз, кім бірінші бітеді екен? Олай болса, кеттік, дайынсыздар ма? Дайынсыз ба? Біз бастаймыз, кеттік. Енді екі жаққа шашып болды. Міне өздеріңіз көрдіңіздер, ортасындағы жабыстырған белдемше скотчты алып тастадық. Енді қолмен лифкас жасатын профессионалды маман өзі шашып көрмекші аппаратпен. Міне, құрметті көрермендер, біз мына агрегаттың көмегімен мына қабырғаны қалай лифкасты шашуға болатындығын көрсеттік. Профессионалды мастер шпательмен, екінші мастер мына агрегаттың көмегімен лифкасты шашты. Бар жоғы бір 2-3 минуттың ішінде бір қабырға 12 квадратты шашып тастадық. Мына агрегат сізге қалай ұнады ма? Супер, очень хороший аналог. Скажем так, дорогим аппаратом, рекомендую, потому что цена и качество в принципе совместимы. Ну и как вы сами видели, вот, не буду лукавить, я на данный момент сам пробовал, сам штукатурил, и для финишных шпаклевок рекомендую специалистам и в принципе начинающим. Время ты быстрее денег заработал, если ты будешь работать вручную. Надеюсь, что еще придут маленькие размеры, тогда будет вообще огонь, работа пойдет. И будет зарабатывать, он будет закупаться. Супер! Ассалаумағалейкум қадірменді достар. Бүгінгі бағдарламамызда сіздерге тамаша бір аппаратты құрылғыны таныстырсақ деп отырмыз. Эмульсия, сосын лифкас, краска, сол сияқты сұйықзаттарды қабырғаға шашуға арналған дәл осындай құрылғы. Енді бұл құрылғыны Арман бауырымыз көптен бері пайдаланып, қолданып жүр. Бұнымен жұмыс істеу, жұмысты едәуір жылдамдатады. Енді толықтай Арман өзің түсіндірсең. Бұл Mass-Pro ұсынған аппарат. Бұл аппаратпен, бұл агрегатпен лифкас, краска, эмульсия шашуға болады. Бұның арнайы жұмыста бұған Сол генератор, бірінші үшін генератор бұл 220 вольттық генератор бар. Бұның тағы да 380 вольттық агрегаты бар. Бұл 220 агрегат
оңайлы кішкене шағын жұмыстар жасауға арналған. Бұны ары бері қозғалту үшін бұл оңай жиналады. Бұның генераторы 220 және 380-ге ауыстыруға болады. Бұл өте оңайлы. Генератордың қуаты 5,5 киловатт. Жаңағы жұмыс жасаған кезде минутына 18 литр левказ және де краска эмульсия шашуға болады. Бұның өзі 80 килограмм болады, салмағы, таза салмағы. Бұны жаңағы басқа объектке апару үшін оңай болады. Мына гидропоршын дейді, бұл өзі агрегат, поршневой агрегат. Бұл гидропоршынмен істейді. Генератор основной насосы бар, сол насосты айналдырған кезде жаңа давление пайда болып, гидропоршын ары бері қозғалады. Бұны енді бұзғанда мына гидропоршыны бөлек алынады, генераторы бөлек алынады и дөңгелегімен ары бері қозғалтуға оңай. Жеңіл машинамен алып жүруге болады ғой? Жеңіл машинамен де ыңғайлы болады. Жақсы, оны енді толық бұзып жинамай-ақ қояйық. Шлангысы дейміз ба? Осы пистолетімен шашады ғой сонда мен түсінгенім, мен сізге көрсетіп жүрейін қайтып қолданатын. Гидропоршын мынандай 1-2-3 положениеға түседі. Мысалы гидропоршын, бұл гидропоршында арнайы оның жаңағы шлангылары бар. Әрде жұмыс жасайтын жерде өздері керек шлангысын қосып алады. Негізі бұл агрегат 150 метрге дейін ұзартыла береді. Бұның қуаты соншалықты 150 метрге дейін қолдануға болады шлангы. Мына шлангыны 150 метрге дейін созып, мысалы 5-ші қабаттағы үйге, 1-ші қабатта тұрса, осы шлангысымен алып барып шашалады деген сөз. Әрине. Бұнда 150 метр дейді, бұның шлангысы 15 метрден жүреді. Бұған 10 шлангы қоссаң, сонда 150 метр болады. Бұл үлкен объекттерде жұмыс жасаған кезде бұны 9 этажда жұмысын болып жатса, 9 этажға дейін көтермейсіз. Тек агрегаттың өзін 1-ші этаж қоясыз да, 9 этажға дейін керек шлангы қосып алып, жаңағы керек левказ эмульсияңызды 1-ші этажда жасап алып, 9-ші этажға дейін шлангысын ұзартып жұмыс істей бересіз. Бұнымен бір адам жұмыс істей ме, болды ма? Бір адам үлкен аппаратпен? Енді үлкен жаңағы объемда жұмыстар болса, онда 2-3 адам жұмыс істейді. Неге? Өйткені бірінші агрегатты қоямыз, керек левказ шашатын болсаңыз, левказды дайындайтын адам керек, қажет біріншіден. Бір адам шашуға және қабырғаңыз тегіс болу үшін жаңа шпатель дейді ғой, сол шпательмен тегістеп жүреді. Мына шпательдің өзі 1 метр, шамасы? 1 метр болады. 1 метр. Енді 35, ары кетсе 40-пен ғана жағады көп адам. Енді қатты шебер адамдар болмаса, правиламен жағады дегенді еститінмін. Ол енді ондай шеберлер енді санаулы шығар. 35-тік шпательмен жаққанмен, мұнамен шашқанның қаншалықты айырмашылығы бар енді? Қанша есе жұмысты жылдамдату мүмкін? Бұл жаңағы агрегаттың арнайы, сапло дейді. Сапло деген ол жаңағы нумерациясымен болады. Левказға арналған жаңағы саплолар болады. Эмульсияға арналған, сосын краскаларға арналған болады. Басындағы сапло дейді ғой. Саплосы бұны шашқан кезде көрсетім, диаметріне байланысты сапло айырбасталады. Жалпаққа алсаңыз, жаңа 1 метрлік шпательмен тарта бересіз. Егер сіздің шпательіңіз жаңа 35-30 миллиметрлік болса, онда сізге саплоңыз жіңішке керек. Жаңа объемыңыз үлкен болса, істейтін бұған бір шланг қосылды. Үлкен объем істейтін болсаңыз, мына жерге шлангы тройник дейді ғой, жаңағы қосылатын жалғанғышты қосып, екі шлангпен 2 адам істесе болады. Екі жағынан бірден істей берсе болады? Істесе болады. Онда бір минутта бір шлангы 18 литр шашатын болса, екінші шлангмен тағы да 18 литр шашуға болады. 18 литр шашуға болады. Бұл агрегат өте қиналмайды, өте ыңғайлы. Міне, профессионалды мастер осы үйде жасап жатыр. Біз бұл кісіге аппаратты қазір көрсеттік, өзі де бағасын беріп жатыр. Егер дәл осындай аппарат сіздерді қызықтырса, мына сілтемеге өтсеңіздер, төмендегі толық ақпаратты, осы аппаратты қолданысқа ұсынып отырған Mastpro фирмасының менеджерлері сіздерге толықтай түсіндіріп бере алады. Ол үшін төмендегі сілтемеге өтіп, телефондарға хабарласуға мүмкіндіктеріңіз бар. Мен оны міндетті түрде төменге жазып қоямын.